адамдар, қадіріне жетіңдер, ана тілім, анаң сыйлап өтіңдер. Ана тілім, күшім менің қуатым, жырым сендік, жүрегімнен туатын, тауысарма ырысыңды қорымды, тізерлесіп, қатар жазсам нахын. Міне, соның бір айғағы тілім, елім деп тарихта аты қалған халқымыздың көрнекті қоғам қайраткері. Олай болса, қазақ тілі мен әдебиеті танып білместігінің, тілім менің ғасырлардан аманат атты, оң күндігін ашу үшін сөз кезегі мектебіміздің директоры, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Рита Жұмамұратқызына беріледі. Қош келдіңіздер, құрметті әріптестер. Үлкен өткізілгелі отырған іс-шара, яғни апталықтың ашылуын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Барлығы сіздер офлайн форматта, дәстүрлі форматта өткізер едіңіздер. Дегенмен осындай кездесіп отырған жағдайға байланысты елдегі күнде ашық сабақ өтіп жатқан жоқсыздар, сондықтан балалар бір нәрсе ілетіндей, балаларға бір тәлімдік, тәрбиелік, мәні зор бір жұмыстарды түсіндіретіндей үлкен іс-шара өтеді деп ойлаймын. Жақсы жұмыстарыңызды көрсетіңіздер. Қазақ тілі бірлестігінің жұмысы жай ғана мектепшілік болып өтпеу керек. Үлкен бір аймақтық іс-шараға өтсеңіздер тіпті жақсы болар еді. Барлығын Facebook арқылы жариялап, жақсы бір мектепке үлгі болатындай бірлестік ретінде өздеріңізді танытуларыңызға тілектеспін. Қазақ қайда жүрсе де қолынан қасиетті қара домбырасын тастамаған халық. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дей отырып, домбыра шырағынан төгілген шежірелі күйімізге кезек берейік. Ана тілімізде таза сөйлеп, бүкіл құнарымен нәрін бойымызға сіңіре білейік. Кезекті тілімізді қастерлеуге арналған жыр шумақтарын оқуға береміз. Қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Мырзымова Арайлым. Қазағым қайда жүрсем біл тілімді, айтады ана тілсіз кім түбіңді. Өлеңде топқа түссем өзіңсің ғой, әперген маған орын ашып төрден. Сен барда тереземден еңсем биік, қасында тұрсам дағы қаймақтының. Сен болсаң көш бастаушым келешекте, сыныңнан көзім жазбай мәңгі ерейін. Тәуелсіздік әнімен Садық Розаны ортаға шақырамыз. Халықтығының асыл белгісі, намысы, тыныс тіршілігінің көзі. Осымен тілім менің ғасырлардан аманат атты оң күндігінің ашылуы өз мәресіне жетті. Аспанымыз ашық, заманымыз тыныш, тіл мәртебесі биік болсын ағайын. Қазақ тілінде